Бәріңізге ассалаумағалейкум. Кенесары ханның бас сүйегін Ресейден Қазақстанға дереу қайтару керектігі тағы да сөз болды. Бұл жолы депутат Бақытбек Смағұл үкімет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Оның айтуынша ханның бас сүйегі мен мылтығы Мәскеудегі этнографиялық мұражайда уақытша сақтауда тұр. Зерттеулер сол мылтықтың ханға 100% тиесілі екені, ал бас сүйек Кенесары ханның бас сүйегі екені 90%-ға анықталыпты. Сондықтан депутат премьер-министрге қалайда оларды елге әкелу керектігін, ханның сүйегін ұлттық пентагонға жерлеу қажеттігін қадап айтты. Негізі Кенесары ханның басы жайлы әңгіме қозғалса, қазақтың бәрі елең ете қалады. Ол түсінікті де, соңғы ханымыздың басы өз жауының елінде жатыр. Бұл бәрімізді күйзелтеді. Орыстар ол қырсығып отыр. Путин болса, Қазақстанды құдай қосқан көршіміз деп, бірде мақтап, бірде таттап, хан жайлы бір ауыз сөз айтқысы келмейді. Мүмкін депутаттың бұл бастамасын естіп, тағы да мырс етіп күліп, «Ту мәссаған атаңның басы» деп күлген шығар. Мүмкін шынымен де бас сүйек қазақ еліне әкелінсе, біраз дүние өзгеру мүмкін. Тәуелсіздік алғаннан бері ханның сүйегін қайтара алмағанымыз нағыз ұят. Әне алып келеміз, міне алып келеміз деп сан мәрте айтылды. Қазақ хандығының 550 жылдық тойында да түк істей алмадық. Бір жылдары үкіметті басқарған Кәрім Мәсімов те қазаққа жақсы көріну үшін болар. Болды, алып келеміз деп жыртылып уәде берген еді. Ал былтыр хан кененің 220 жылдығын атап өттік. Сонда мәдениет министрі Дәурен Абаев әзірге Кенесарының басы табылған жоқ. Қалай табылады? Әрине бірден әкелеміз, бірінші табу керек қой деп былқ етпей сұхбат беріп еді. Бір-бірінің сөзін жоққа шығарғыш шенділерге бай елміз әйтеуір. Хан кененің басын туған жерге алып келуді ең жиі қозғайтын бір қауым айтыскерлер. Бір жылдары Ринат Зайытов Ресейде айтыс өткізіп, бас жүлдеге атамыздың басын тіксін деп қатты айтып еді. Мәскеуде айтыс бол жегері, жүрсін аға мені алып бара, айтайын оның ай себебіні, орыстарға сәлем айтыңызы, жетпей жатса өлеңімі, бас жүлдесіне айтыстыңы, басын тіксін кененің, сол айтыста бас жүлде, алам деп уәде береміні, бабамның басын алып кепі. Еліме қайта көмеміні, зарлап жатса хан бабам, мен оған қалай ай көнеміні, айдайым. Жалпы Кенесарының кегін кім алды? Ертай Жомарттың сараптамасын мұқият тыңдаңызшы. 19 ғасырдың бірінші жартысында Орта Азияда екі хандық құрылды. Оның бірі Кенесары хан басқарған Қазақ хандығы, екіншісі Орман хан басқарған Қырғыз хандығы. Бұл хандықтар Ресей мен Қоқан отаршылдығына қарсы күрестер нәтижесінде құрылды. 1847 жылға дейін Ресей және Қоқан отаршылдарымен қиян-кескі соғыстар жасады. 1841 жылы қыркүйек айында 300-дің өкілдері бас қосқан жиында Кенесары Қасымұлы хан болып сайланды. Бұл қазақтың соңғы хандығы еді. Осы мезгілде қырғыздарда өздеріне хан сайлап, Қоқан отарынан арылуға күш салды. 1842 жылы қырғыздың Сарбағыш, Бұғы, Солты, Сары, Күтші, Саяқ, Манол, Жетіген қатарлы ру тайпалары Ыстықкөл маңында жиналып, Сарбағыштан шыққан Орманды хан сайлады. Хандықтың иелігі солтүстік Қырғызстан аумағын қамтиды. Орман хан сыртқы саясатта Ресейге арқа сүйеді. Ол ірге кеңейту үшін патшалық Ресейден Қазаққа тән Шелек, Шарын өңірлерін алып беруді сұрады. Іле өзенінің төменгі ағысындағы жерлерге ел көшіріп, қазақ жерлерін басып алды. Ол қызыл төбелі бөрікті өзінен басқа ешкімнің киюіне жол бермеді. 1847 жылы Орман хан қырғыз жасағын бастап, Қоқан және Вишневский басқарған Ресей отрядының әскери күшімен қосылып, Кенесары ханмен соғысады. Үш елдің біріккен жасағымен соғысу Кенесары ханға оңай тимеген анық. Кенесары хан қасындағы сенімді серіктерінің сатқындығы салдарынан Қапияда қолға түсіп, 1847 жылы Қырғызстанның Жетіжал жотасының оңтүстігіндегі Көкілік Сеңгір аңғарында ажал құшады. Кенесарының басын алып, оны Ресейге сыйға берген Орман хан мен Жантайды Ресей алтын медальдармен марапаттап, алтынмен кестеленген шапан кигізді. Қазақ ежелден дала заңына бағынған халық. Халқымыздың дүние танымында соғыстың қан майданда қаза табу ерлік болып есептелінеді. Алайда Орман хан Кенесарының басын денесінен айырып, Ресейге сыйға бергені қазақтардың ашу ызасын тудырды. Әрине, бұл туыстас қырғыз халқына деген өкпе реніш емес,
Орманхан сияқты атақ пен абыройға масаттанған би манаптардың жөнсіздігі деп білеміз. Десе де Орманханның басында қатер төнгенде Ресей қорғаныш бола алмады. Кенесарының басын алған Орманханның басын кім алды? Енді осы туралы сараптайық. Қырғыздың ішінде Бұғы деген тайпа бар. Негізінен Ыстықкөл өңірін мекендейді. Жазда қазақпен бірге Қарқараның бір шетін жайлайды. Бұғы қырғыздарынан шыққан Балбай деген батыр болған. Ол қазақтың Саурық батырымен кішкентайынан бірге өскен дос болыпты. Түсінікті болу үшін айта кетейік, 19 ғасырда Жетісу жерінде Саурық аттас екі батыр болған. Оның біреуі Шапырашты тайпасынан шыққан Саурық батыр, енді біреуі Албан тайпасынан шыққан Саурық батыр. Шапырашты Саурық батыр қоқандықтармен соғысқан, ал Албан Саурық батыр Жетісуға келген патшалық Ресей отаршыл күштерімен Іледегі Чең армиясымен және оларға бағынышты Ілені қорғап тұрған Торғауыт, Шахар, Өлт қалмақтарымен соғысқан. 1854 жылы Орманхан қырғыздың Бұғы тайпасының басшысы Боранбайдың Ыстықкөлдегі иеліктеріне шабуыл жасайды. Орманхан тұтқындалып, оны Бұғы тайпасынан шыққан Балбай батыр найзалап өлтіреді. Бұл туралы деректі 1856 жылы Жетісуға саяхаттаған Семенов Тяншанский қалдырды. Орманханның өлімінен кейін қырғыздың Бұғы руы мен Сарыбағыш руының арасында соғыс басталды. Екі тайпаның соғысы 1854 жылдан 1863 жылға дейін жалғасады. Балбай батыр Сарыбағыштармен патшалық Ресей тарапынан қуғынға ұшырап, қазақ досы Саурықты паналауға мәжбүр болады. Бұл туралы жазбаша деректерде мынадай мәліметтер кезігеді. Ыстықкөлге орыс отрядының тұрақтап қалуына қарсы болған қырғыздың Балбай батыры 30 неше түтінмен Албан Саурық батырдың ауылы қонған Алтынсу тауларына келіп қонды дейді. Ілеге өткен Албан Саурық батыр және Дүрәлі сұлтан Бұғының Балбай манабы бастаған қазақ-қырғыз қолы Іледегі тараншы дүнген көтерілсін одан ары жалғастырып жатқаны хатқа түскен. Ілеге өткен Саурық пен Балбай Қытайға қарасты Текесінің Селөзек деген жерін мекен етеді. 1867 жылы мамырда патшалық Ресей полковник Полторацкийді Текеске аттандырады. Полторацкий бұйруымен Есауыл Халдеевтің отряды түнде келіп, Саурық пен Балбайдың ауылын қоршап алып, Саурық пен Балбайды тұтқындап, Алматыға алып келеді. Жетісу облысының әскери губернаторы Колпаковский Саурық пен Балбайды атып тастауға, Дүрәліні Сібірге айдауға бұйрық береді. Осы кезде Жетісу облысы Түркістан өлкесіне қоныстанғандықтан, Түркістан өлкесінің әскери губернаторы Кауфман оларды босатып жібереді. Қырғыз тарихшылары Балбай батырды 1867 жылы Алматы түрмесінде қайтыс болған деп есептейді. Ал Саурық батыр қайтадан Текеске өтіп, патшалық Ресейге қарсы күресін жалғастырып, Тазабек батырмен күш біріктіреді. 1871 жылы патшалық Ресей жасағы Текестің Суасу деген жерінде Саурық батырға шабуыл жасайды. Осы жолғы соғыста Саурық батырға оқ тиіп қайтыс болады. Сүйегін ел жұрты Кегеннің Түменбай бұлағын әкеліп жерлейді. Екі ханның егесі екі халықтың тағдырын өзгертті. Қазақ пен қырғыздың берекесіздігі екеуінде Ресейге жеметті. Бүгінгі Қазақстан мен Қырғызстан өткеннен сабақ алып, бірлігі мен татулығын арттыра бергей.